Кейде сенде ештеңе жасағың келмейтін күндер болады. Төсектен тұрудың өзі өмірдегі ең қиын нәрсе сияқты көрінетін күндер. Кейбіреулерінің мақсаттарыңа әлі жетпеулерінің себебі сендер сезімдеріңнің құрсауындасыңдар. Сенің оянғың келмейді. Күн сайын арманыңа жоқ деп айтқан кезде сен оларды 6 айға немесе 1 жылға артқа шегіндіріп жатырсың. Сол бір ғана әрекетсіз күн және сол күн сені қаншалықты артқа тастағанын білмейсің. Сен бірде істейсің, бірде істемейсің. Дүйсенбіде мотивация бар істейсің, ал сәрсенбіде жоқ, ештеңе істемейсің. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жұма. Осы күннің бәрінде сен әрекетте болуың керексің. Міне айырмашылық осы. Әркімнің арманы бар, әркімнің мақсаты бар. Барлығы өз қалаған дүниесіне қол жеткізгісі келеді. Бірақ олар оянған кезде жасағым келмейді дейді. Ештеңе істемейді, осылайша артта қалады. Ал кейбіреулер істегім келмейді, бірақ мен істеуім керек. Мен анама қажетпін, бауырларыма қажетпін, отбасыма қажетпін. Бұл жерде тек мен ғана емес, менің отбасым бар, және олар маған үміт артып отыр. Сондықтан жалқаулана алмаймын, себебі мұнда үлкен мүмкіндіктер жатыр, және мен оны пайдалануым керек дейді. Менің істегім келмесе де, мен оны іске асырамын. Сен дәл қазір қай жерде болсаң, ол сенің сезімдеріңнің нәтижесі. Сен принциппен өмір сүріп жатқан жоқсың. Егер сен күн сайын оянғаннан кейін қайта ұйықтап кетуді тоқтатсаң, сен қазірдің өзінде миллионер болар едің. Иә, сенде кітап бар, иә, сенде ментор бар. Сонымен не? Олар сені төсектен тұрғызбайды. Егер саған бір дүние ұнамаса, сен бірден оны тоқтатуды доғар. Егер сенің арманың сен үшін маңызды болса, онда ол сен үшін қасиетті болу. Сен қаламадым деп айта алмайсың. Сен қаламасаң да, қаласаң да, оны істейсің. Себебі ол сен үшін қасиетті. Сен жасаймын немесе жасамаймын деп ойламайсың. Жай ғана іске кірісесің. Иә, сенде армандар бар, ол дұрыс. Үлкен мақсаттарды қоюдан қорықпа, сен дұрыс жасайсың. Бірақ кілт ол тұрақтылық. Тұрақтылық дегеніміз ол сен өзіңе уәде берген нәрсені тіпті қаламасаң да орындау. Сенің санаңның әрбір бөлігі жасағысы келмесе де сен оны істейсің. Сен өз әйеліңе қара, балаларыңа қара. Олар сен үшін маңызды. Мен қаншалықты істі жасағым келмесе де мен оны жасаймын. Міндеттеме. Адамды мақсатқа жеткізетін кілттің бар. Себебі сен әрекет етуге міндеттісің, жұмысты аяқтауға міндеттісің. Сенің көңіл күйің болмаса да әрекет етуге міндеттісің. Міндеттеме ол сенің сол уәдені айтқан кездегі көңіл күй жоғалғаннан кейін де сол уәдеңе адал болуың. Сен қаламасаң да таңертең тұрасың, ісіңнің маңыздылығын түсінесің. Қаламасаң да құрбандық жасайсың. Себебі сен бұл процестің болашақта не беретінін білесің. Сенен бәрі қалайша мұндай жетістікке жеттің деп сұраған кезде сенің жауабың: мен жұмыс істедім, еш сылтаусыз ауыр жұмыс, міне осылайша. Мен күн сайын таңғы сағат 3-те тұрдым. Дүйсенбі жұмыс, сейсенбі жұмыс, экономика қандай болса да, кім президент болса да, мен тоқтаған жоқпын. Мен дамыдым, мен процесске сендім, мен тек алдыға жүрдім, мен әрекет ете бердім. Мен қаласам да, қаламасам да таңғы сағат 3-те тұрдым. Мен сезіммен емес, мен жүйемен өмір сүремін. Чемпиондар сезімге тәуелді емес. Олар қалаған кезде емес, керек кезде әрекет етеді. Және біз жүйемен жұмыс істейтін чемпиондарға айналамыз. Сен тоқтай бастаған кезде шаршадым деген ой пайда болады. Осы кезде сен істейтініңді білесің бе? Мен шаршамаймын, мен шаршамаймын, мен шаршамаймын деп өзіңе қайтала. Шаршадым деген ой ғана. Егер сен шаршадым десең, шаршайсың. Сондықтан күресуді тоқтатпа. Қанша қиын болса да, тұр да өзіңнің қарғыс атқыр жұмысыңды істе. Тіпті құрт сияқты жылысаң да, тұр да іске кіріс. Біз өз күшімізді өміріміздің бір бөлігіне аяусыз салуымыз керек. Себебі өмір сенің өз мақсатыңа қайтсең елететініңді көрсе, сонда ол мақсатқа жетесің. Мен өз денемді басқарамын, өз санамды басқарамын. Менің тәнім не жегісі келетінін мен жақсы білемін. Мен қай кезде жаттығу керек екенін білемін. Тіпті мен жаттыққым келмесе де, мен жаттығамын. Себебі жаттығу ол менің бір бөлігім. Табысты болғың келсе, өзіңді басқар. Әркімнің арманы бар, әркімнің мақсаты бар. Бірақ жоспар қайда? Жоспар құр. Уақытыңды белгіле. Күн сайын әрекет жаса. Әсіресе қиын кезде. Кесте сенің көңіл күйіңді күтпейді. Кесте сенің туған күніңе, немесе демалысыңа, немесе сенің сезіміңе қарамайды. Кестеге бәрібір. Сен оны қайта-қайта орындайсың. Күн сайын, және ол әдетке айналады.
Дүйсенбі күні не істегелі жатырсың? Сейсенбі күні не істегелі жатырсың? Демалыс күні сағат нешеде тұрайын деп жатырсың? Барлығы демалып көңіл күй көтеріп жатқанда сен не істемексің? Сенің әрекет еткенің маңыздырақ. Жұмысты жалғастыр. Демалу жаман деп жатқан жоқпын. Сен демаласың, бірақ сен күш жинау үшін демалуың керек. Сен демаласың, себебі демалыс саған көмектеседі. Сен берілмейсің және тоқтамайсың. Шынайы табысқа жететін адамдар: мен барамын, қалай да болса барамын, қанша уақыт кетсе де барамын. Мен үшін маңызды емес бұл қаншалықты қиын, мен бәрібір өз дегеніме жетемін дейді. Міне осы нәтиже. Сен өз өміріңді өзің шешесің. Сен өзіңнің әр бөлшегіңді өз арманыңа жету үшін арнайсың. Онда тағдыр жоқ, жазмыш деген жоқ, барлығы тек сенің таңдауың. Сенің қайдан келгенің маңызды емес, сенің қайдан шыққаның да маңызды емес. Өзіңді басқаларға алдауға мүмкіндік берме. Егер сен күн сайын, әр дүйсенбі сайын, сейсенбі сайын, сәрсенбі сайын еңбек етсең, сен ешкім тоқтата алмайды.